Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерді Gemini платформасының Storybook мүмкіндігімен таныстырғым келеді. Ең алдымен Gemini сайтына кіреміз. gemini.google.com. Бұл Google компаниясының жасанды интеллектке негізделген құралы. Gemini арқылы біз қысқа әңгімелерді, мәтіндерді, тапсырмаларды өте жылдам жасай аламыз. Тақырыпты ғана енгіземіз, ал жүйе бірнеше секундта дайын мәтін ұсынады. Экранның сол жағында Storybook батырмасын басамыз. Storybook әсіресе орыс тілі мен әдебиет сабақтарында пайдалы. Мысалы, белгілі бір тақырыпқа мәтін құрастыруға, деңгейге сай бейімдеуге немесе оқылымға арналған материал дайындауға көмектеседі. Әрине, бұл құрал мұғалімді алмастырмайды, ол біздің көмекшіміз. Біз мәтінді өңдеп, толықтырып, өз сабағымызға ыңғайлай аламыз. Қазір мен сіздерге мысал келтіретін боламын. Өзіміз өтіп жатқан тақырыпты алайық. Мысалы, 5-ші классын орыс тілі мен әдебиет электрондық кітабы. Біз өтетін тақырып. Мысалы, по одежке встречают. Қазір біз бұл жерде промпт жазуымыз керек. Өзіміздің пәніміздің атын жазамыз. Және қай сынып екен. Және сіздер создай мне промпт деп жазуларыңыз керек. Создай мне Storybook. Ағылшын тіліне ауыстырамын. Және себебін, чтобы легко и доступно объяснить учащимся 5 класса. Отправить батырмасын басасыздар. Және де ол сіздерге бірнеше минуттың ішінде осылай Storybook жасап береді. Бұны кез келген тіл сабақтарында қолдануға болады. Қазір күтеміз. Осы Storybook арқылы біз оқушыларды қызықтыра аламыз. Яғни бұл жерде неше түрлі көрнекілік болады, комикс түріне жасауға болады. Сюжетін әрине өзіңіз таңдайсыз. Күтеміз. Аяқталған кезде сіздерде осындай окошко шығады. Мынау біздің берген промптымыз. На жерде жауап шығады. Я написал историю для учеников 5 класса, которая в доступной и увлекательной форме объясняет смысл пословицы «По одежке встречают, а по уму провожают», подчеркивая важность внутренних качеств и знаний. Надеюсь, этот рассказ станет отличным дополнением к вашему уроку. Және де мынау біздің дайын промпт, дайын Storybook'ымыз.
былай қарай келесі бетке ауыстырасыздар. Міне мына жерде бізге қысқаша кітап ретінде мәтін жазып берді. Бұның аудио нұсқасында да тыңдауларыңызға болады. Вера Сергеевна объявила задание. Ребята, у нас есть старинный робот-помощник, который перестал работать много лет назад. Тот, кто сможет его оживить, станет старым. Және де ең соңында бұны өзіңізге жазып алсаңыздар болады. Скачать батырмасын басасыздар. Егер де видео пайдалы болса, жазылып тіркеліп кетіңіздер.